بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قرآن كريم بلاي ديت بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة шын мәнінде сендер үшін алла елшісінің бойында көркем үлгі бар. Яғни шын мәнінде ақиқатында алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның бойында сендер үшін көркем үлгі өнеге бар деген аят бар. Кез келген мұсылманның баласы өзінің өмірінің қағидаттарының, өзінің күнделікті тіршілігіндегі шаруасын, жұмысын пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам көрсеткен жолға сәйкестендіруі қажет. Егер бір мұсылман кісі өзінің күнделікті тіршілігін, дүниелік немесе ақыреттік істерін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне сәйкестендіре білсе, екі дүниенің бақытына қол жеткізеді. Біз бірнеше дәрістер бойынша ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бізге үлгі боларлық тұстарын талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның шариғи өлшемдерді сақтауы қалай болған? Тақырыбымыз сол. Білесіздер, Алла тағала жалпы барша мақлұқатты босқа жаратпаған. Әрбір мақлұқаттың өзінің атқаратын несі бар, белгілі бір қызметі бар. Мәселен, шыққан күннің, батқан күннің, көктен түскен жаңбырдың, жердің көктеуі, өзеннің ағуы, жапырақтың бітуі, жапырақтың түсуі, барлығына Алланың несі бар? Хикметі бар. Сол Алла тағала жаратқан мақлұқаттың ішінде ең абзалы, ең қадірлісі адам баласы болып табылады. Адам баласында Алла тағала жаратып қоя салмаған. Тек жаратумен ғана шектелмеген. Оған жүретін жолын көрсеткен. Жүретін жолын көрсету үшін оған не жіберген? Адамзат баласы үшін жол көрсететін пайғамбарларды жіберген. Және пайғамбарлардан бұрын әуелі кітап түсірген. Кітаптар түсірген. Оны білесіздер, кез келген мұсылманның білеседі, баласы біледі, көктен түскен кітаптың саны 4. Қалай? Таурат, Інжіл, Забур, Құран. Бұл жерде адамзат баласының екі дүние тіршілігін қамтитын үкімдердің бәрі қамтылған. Бұл кітаптарда. Бірақ мұсылмандар кітаптардың барлығын мойындаймыз, Алла тарапынан түскен кітаптың, бірақ өзіміздің кітабымыз Құран кәрімді ұстанамыз. Құран кәрімде мұсылман үшін екі дүниенің жолын көрсететін, бағдар беретін үкімдердің барлығы қамтылған. Яғни қысқаша айтқанда, бір мұсылманның күнделікті жасайтын тіршілігінің үкімдері бар. Мәселен, кейбір жасайтын іс-әрекетінің үкімі парыз. Кейбір жасайтын іс-әрекетінің үкімі уәжіп. Мысалы, ханафилер уәжіп деген үкім қойған. Кейбір жасайтын іс-әрекетінің үкімі сүннет. Кейбір жасайтын іс-әрекеттерінің үкімі мұстахаб. Кейбір жасайтын іс-әрекеттерінің үкімі мубах. Кейбір жасайтын іс-әрекеттері мәкрух болады. Мәкрухтың да екі бөлімі бар: макрух тахриман, макрух танзихан. Яғни харамға жақындау мәкрух, екіншісі халалға, яғни адалға жақындау мәкрух. Ең соңғысы харам деген не берілген? Үкім берілген. Бұл мұсылманның кез келген ісіне қатысты. Және кітаппен бірге пайғамбарды бірге жіберген. Не үшін? Кітаптағы үкімдерді пайғамбар саған дұрыс көрсете білу үшін. Яғни мынау теория, мынау практика. Теорияда жазылған нәрсе шынайы өмірде, практика, іс жүзінде қалай іске асатындығын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сіз бен бізге не істеп кеткен? Анық етіп, көрсетіп кеткен. Демек, сіз бен біз бүгінгі тақырыбымыз не? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды шариғи өлшемдерді сақтауы. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді бір аятында: "Вақулил хаққу мир раббикум, фаман ша'a фальюмин, ваман ша'a фальякфур." Ей Мұхаммед, сен адамдарға былай деп айт: нағыз ақиқат сендердің Раббыларыңнан келген ақиқат. Бұдан былай иман келтірген қалаған кісі иман келтірсін, қалаған кісі күпірлікке түссін. Яғни айтып жатқан нәрсе, ақиқатқа иман келтіретіндер бар, келтірмейтіндер бар. Бұның барлығы кімнің қолында? Сіз бен біздің еркіміздегі нәрселер. Біреулер өз таңдауымен Алла хидаят беріп, тауфиқ беріп, тура жолға түседі. Кейбіреулер Алланың жолынан теріс айналып, хидаятқа ермей, күпірлікке түседі. Бірақ нақты болған нәрсе шариғаттың келгендігі. Яғни шариғи не бар? Өлшем, біздің Раббымыз тарапынан түскен бір белгілі шариғат, шариғи өлшемдер бар.
Міне осы шариғи өлшемді ұстануда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қандай болған деген мәселе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шариғи өлшемдерді мұсылман үмметінің ішінде ең керемет ұстаған адамның бірі. Біз келесі тақырыптарда, басқа тақырыптарда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен халал мен харамға деген сақтығы қалай болған, келесі тақырыптарда қозғаймыз. Құл ақысын жемеуге қатысты сақтығы қалай болған. Бұның барлығы кәдімгі Алла тағала тарапынан жіберілген шариғи өлшемдер. Біз бүгін ең әуелгісі сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның шариғи өлшемі қандай болған, шариғи өлшемдегі сақтауы қандай болған, соған тоқталатын боламыз. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір кісінің қолында алтын жүзікті көрген екен. Таққан алтын жүзікті көрген. Жанына келіп, қолынан шығарып, алтын жүзікті лақтырып жүрген екен. وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي. Сенің әлгі адамдарға, жиналып қалған адамдарға не деген? Сендердің араларынан біреу тозақтың шоғын алып, қолына тағып алады деген екен. Яғни бір кісінің келген, қолындағы алтын сақинаны көрген, сақинаны жұлып алып, не істеген? Лақтырып жіберген. Сөйтіп, оның себебін түсіндірген. Деген сендердің араларынан біреу тозақтың шоғынан, тозақтың отынан бір шоқты алып, қолынан неғып алады? Тағып алады деген. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم Пайғамбар сол сөзді айтып, бұрылып жүріп кеткен. Содан кейін әлгі кісіге жұрттар келіп айтқан: "Хуз хатамак интафи' бихи." Барып ана сақинаңды ал, басқа мақсатта жұқса деп айтқан екен. Пайдасын көр. Яғни қолын тақпай қой, сатасың ба, ертесің ба, ақша қыласың ба, басқа мақсатта қолдан деп айтқан екен. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Әлі кісіне айтқан екен: "Ла, жоқ, والله мен оны қайтып алмаймын." Себебі Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, яғни мен оны лақтырып жүрген соң қайтып оны ешқандай мақсатта пайдаланбаймын деп айтқан екен. Бұл хадис пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның шариғи өлшемді қалай сақтағанын көрсетеді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шариғатқа теріс келетін, шариғи өлшемге қайшы келетін бір іс-әрекетті көргенде, оны барып не істеген? Қолымен барып түзеген. Яғни барып қолынан суырып лақтырған. Бұл нені көрсетеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның шариғи өлшемді сақтаудағы ерекше қасиетін көрсетеді. Сіз бен біз өкінішке орай біреудің қолында алтын сақинаны жұлып алмақ түгілі оны айтуға ұяламыз. Аға, мынауың сәл. Ол білмейді ғой адам. Білмеген несі жоқ, айыбы жоқ. Бірақ біліп тұрып сен оған айтпасаң, ол саған айып болады. Ең болмаса сенің мойныңдағы не түсу керек? Алланың шариғи өлшемін сен бір рет болса да айтуың керек. Аға, інім, бауырым, айналайын, қарындасым, әпкем, не қандай да бір теріс шариғатқа іс жасап жатса, сіз бұны барып не істеуіңіз керек? Айтуыңыз керек. Одан кейін ол нәрсемен ол амал ете ма, етпей ма, ол өзінің жауапкершілігіндегі нәрсе. Бірақ біз бұдан кейін не істей кетеміз? Ашуланып кетеміз. Немесе кейбір іс-әрекетті жауап, оның себебін айтпаймыз. Не үшін екендігін. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам саусағынан шығарған, лақтырған, және несін айтқан? Себебін айтқан, не үшін екендігін. Мысалы, біз көбінесе несін айтпаймыз? Себебін айтпай, үйден ашуланып, бақырып шығып кете береміз. Ол адам, ана адам не болғанын да түсінбейді. Оған несін айтуымыз керек? Міндетті түрде себебін де айтуымыз керек. Не қылу үшін? Әлгі адам ешқандай арамызда реніш қалмау үшін. Бұл өте маңызды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұның маңыздылығын түсіндіру үшін былай деп айтқан: егер қоғамда шариғи өлшемдер сақталмаса, мына қоғам түгелдей құриды. Себебі қоғамда шариғи өлшемдердің бәрі сақталуы мүмкін емес. Не бар? Себебі жақсылық пен жамандық екеуі қатар жүреді. Жақсылық пен күнә қатар жүреді. Сыйластық пен қылмыс екеуі қатар жүреді. Бұл өмір солай. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезеңінен солай болған. Пайғамбарлар өмір сүрген кезеңде солай болған. Бұл да қияметке дейін өстіп жалғаса бермек. Бірақ сіз бен біздің міндет шариғи өлшемдерді сақтауды айтуымыз керек. Және оны не істеуіміз керек? Реті келгенше түсіндіруіміз керек.
Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадис бар. Ани Нуъман ибн Башир радиаллаху анху ани набии саллаллаху алейхи уассалам қал. Риуаят Нуъман ибн Башир радиаллаху анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан екен: Мәсәлул қаим фи худудиллахи вал уақи фиха камәсәли қаумин истахаму ала сафина. Алла тағаланың қойған шариғи өлшемнен шықпаған адам бар ғой. Шариғи өлшемді сақтаған адам. Және сол шариғи өлшемді бұзып сақтамай бұзған адамның мысалы бір кемеге шығып мінуге жеребе тастаған адамдар секілді. Кім қай жағына отырады деп. Яғни бір адам бар, ол кім? Шариғи өлшемді сақтаған адам. Екіншісі шариғи өлшемді сақтамаған адам бар. Соны Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол екі қауымға не келтіріп жатыр? Мысал келтіріп жатыр. Біреулер бар шариғи өлшемді сақтап жүреді, екінші біреулер бар оны сақтамайды. Солардың мысалы бір кемеге міну үшін жеребе тастағандар. Яғни кеменің үстінде кім отырады, астына кім отырады деп. Өз араларына не тастаған? Жеребе тастаған. Яғни не болсын деп? Әділдік болсын деп. Үлкендер үстіне, кішілер астыға емес. Не болсын? Жеребе қалай шығады? Солай жайғасайық деп өз араларына жеребе тастаған. Фасара баъдухум а'лаха. Сөйтіп кейбір адамдар кеменің жеребенің нәтижесі бойынша біреулер неге шығатын болды дейді? Кеменің үстіңгі қабатына. Ва баъдухум асфалаха. Кейбіреулер несіне түсті? Төменгі қабатына түсті. Ва кана аллазина фи асфалиха иза истасқау минал маи марру ала ман фауқахум фақалу. Сөйтіп төменгі қабатқа орналасқандар су алу үшін жоғары шыққан кезде жоғарыдағылардың тұсынан өтеді дейді. Күнде су алу үшін не істейді? Жоғарыға шығады. Себебі кеменің асты бүтін. Олар не істейді? Су алу үшін жоғарыға көтеріледі. Сөйтіп жоғарыдағылардың тұсынан күнде өтеді. Сөйтіп бір күні былай деген дейді: Лау анна харақна фи насибина харқа ва лам ну'зи ман фауқана. Төмендегілер айтады дейді бір күні: Мынау біздің төменгі қабат біздікі ғой. Біздің үлесімізге түскен нәрсе. Сол жерде бір тесіп алсақ, тесік жасасақ, сөйтіп жоғарыдағылардың мазасын алмасақ. Фаин таракуху ва ма араду халаку жамиан. Егер жоғарыдағылар оларды тәрк етсе, яғни оларға ешқандай көңіл бөлмесе, сөйтіп олардың істеген нәрселеріне ерікпесе, білгендерін істесін деп айтатын болса, халаку жамиан. Бұлар түгелдей құриды. Асты да, үсті де құриды. Себебі кеме не істейді? Батады. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. Ал егер олардың қолынан алып, бұны істеуге болмайды деп ескертсе, олар да құтылады, төмендегілер де құтылады, осылайша түгел құтылады бұлар. Рауахул Бухари. Хадисті өткен имам Бухари рахимахулла. Алла тағала рахмет eylesin. Яғни шариғи өлшемді сақтағанның қоғам үшін несі бар? Пайдасы бар. Мәселен, жай ғана мысал. Сізді жолда гаишник ұстаса, ережені бұзсаңыз, жол ережесін бұзсаңыз, сізге не береді? Сіздің жаныңызға келіп, сіздің жол ережеңізді бұзғанын айтады, жол ережесін бұзғаныңызды айтады. Сол кезде сіздің шариғи өлшемді сақтап, сақтамағандығыңыз білінеді. Сонда егер қызмет істейтін болсаңыз, корочкаңыз көрсетсеңіз, мен пәленше деп айтсам. Немесе, мен қазір біреуге звондаймын десеңіз, сен қазір қоя отыр деп. Немесе 15 мың жазам десе, келсек 3 мың берейін деп айтсаңыз. Түсіндіңіз ба? Бұның барлығы нені бұзады? Сіздің шариғи өлшемді сақтамайтындығыңызды көрсетеді. Себебі жол ережесін бұздыңыз ғой, бұзғандығыңызда сол не қылғандығыңыз? Өлшемді бұзғандығыңыз. Сізге 40 деді ме? 40 пен жүру керек. 50, 50, 60, 60, 90, 90. 110, 110, 130, 130. Ол сізге берілген нелер? Өлшемдер. Сіз өлшемді сақтамасаңыз, мысалы 140 пен айдайтын жерден 90 пен айдасаңыз, біреуді басасыз. 40 деп әшейін жазбайды. 60 деп те ерігіп не қылмайды? Жазбайды, себебі ол жер шынымен 60 пен жүретін жер. 40 деп бала жүретін жер. Бәрі несі бар? Белгілі бір қойылған мақсаты бар. Бұл мен не туралы айтып отырмын? Дүниелік іс туралы айтып отырмын. Дүниелік іс.
Ақыреттің де несі бар? Өзіндік өлшемі бар. Шариғаттында қойған мына жер 40 деп айтқан жері бар. Мына жер 60, мына жер 90, мына жер 110, мына жер 130 деп айтқан несі бар? Жері бар. Әр нәрсенің өзінің несі бар? Ақыреттік істердің де өзінің өлшемі бар. Егер біз мұсылманда шариғи өлшемін сақтанбайтын болсақ, мына қоғамда жақсылық болмайды. Жамандық болады. Және өз түбімізге өзіміз жетеміз. Сырттан біреудің келудің қажеті жоқ. Өзіміз бір-біріміздің түбімізге не істейміз? Жетеміз. Өзімізді өзіміз жеп бітіреміз. Және бұған кім кінәлі болады? Тек өзіміз ғана кінәлі боламыз. Біз тіпті мынандай нәрсені де қойғанбыз. Егер қандай да бір шариғи мәселе бұзылып жатса да не айтпаймыз? Ескермейміз. Сахабалар келіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келіп сұраған. Мәселен, мынандай бір хадисіміз бар. عن أبي معبد المقداد بن أسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أبو معبد المقداد بن أسود رضي الله عنهдан Алла ол кісіге разы болсын. Былай дейді. Мен Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға келіп былай деді. أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها. يا رسول الله. Сенің пікірімді білгім келеді. Былай ойлап көріңізші, мен бір кәпір кісіні майданда кездестірсем. Сөйтіп екеуміз не қылсақ? Шайқассақ. Сөйтіп ол менің қолымды, бір қолымды қылышпен шауып түсірсе. Сумма лада минни би шажара. Кейін барып ағашты барып паданаса. Фақала аслямту лилля. Кейін Аллаға мойынсұндым, мен мұсылман болдым десе. Ақтулуху я Расулаллах бағда ан қалаха. Сол сөзді айтқаннан кейін мен оны өлтірем ба, я Расулаллах? Өлтіруіме бола ма? Түсіндіңіз ба? Бұл кісі не айтып жатыр? Мен, я Расулаллах, былай деп ойлаңыз. Мен не істедім? Бір кәпірмен майданда кездестім. Екеуміз соғыстық. Кейін оның менен айласы артып, менің қолымды не істеді? Шауып тастады. Сөйтіп барып бір ағаштың артына паналады. Ағашты паналаған соң, мен жәніне жақындап келгенде не деп айтты? Аслямту лилля. Алла тағалаға мойынсұндым, мұсылман болдым деп айтса, мен оны өлтіруге ақым бар ма? Фақала ла тақтулху. Маған қарап айтты дейді, оны өлтірме деп айтты. Фақулту я Расулаллах қатаға ихда ядайя сумма қала залика бағдама қатаға. Мен айттым дейді, я Расулаллах, о Алланың елшісі, ол менің бір қолымды шауып түсті емес пе? Шауып тастады емес пе? Содан кейін ғана барып ол сөзді айтты емес пе? Кесіп тастаған соң, шауып тастаған соң. Фақал ла тақтулху. Маған қайтып айтты дейді, сен оны өлтірме деп айтты. Фа ин қаталтаху фа иннаху би манзилатик қабла ан тақтулаху. Егер сен оны өлтірсең, ол сен оны өлтірместен бұрынғы халге келеді, деңгейге келеді. Яғни сен оны өлтірсең, әлгі сөзді айтқаннан кейін оны өлтірсең, ол сені оны өлтірместен бұрынғы неге келеді? Деңгейге жетеді. Яғни не болады? Мұсылман болады. Сен оны өлтіргенге дейінгі халіне неге айналды? Ол мұсылманға айналды. Ва иннака би манзилати қабла ан яқула калиматаху лати қал. Ал сен оны өлтірсең, сен ол сөзді айтпай тұрғандағы оның халіне түсесің. Ол сенің деңгейінде болады дегені, ол мұсылман болды, оның қанын төгуге болмайды деген мағына шығады. Сенің деңгейіңе жетті деген. Ал сен оның деңгейіне түсесің дегені, сен ол сөзді айтпай тұрып, оның қаны адал еді ғой. Дәп сенде солай, оның артында қалған мирасқорлар үшін сенің қаның адал болады, қысас жасауға. Яғни құн алуға сенің нең болады? Қаның адал болады. Мына хадисте мағынаны ашса, сен кәпір боласың деген мағына шықпайды, олай емес. Бүкіл хадиске шарқ жазған ғалымдарымыздың бәрі солай айтқан. Түсінікті ма мәселе? Яғни сен оны өлтірсең, ол сенің нең өтеді? Ол сөз айтқаннан кейін сенің деңгейің өтеді. Яғни ол мұсылман болып, оның қанын төгу арам болады. Ал сен болсаң, оның деңгейіне түсесің деген, сен не боласың? Оның артында қалған мирасқорлар үшін қаның төгілу адал болады. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам нені айтып тұр? Шариғи өлшемді сақтауды айтып тұр. Қараңыз. Ол адам оның қолын шапқан. Шапқаннан кейін барып жаңа сөзді айтқан. Айтқаннан кейін оның
өлтіруге болмайтынын айтқан. Яғни қандай да бір кісі мүшрик немесе кәпір мұсылман болғандығын тілімен немесе іс-әрекетімен білдірсе, саған қандай жамандық жасаса да, саған не жасаса да, сен оны мұсылман ретінде қабылдап, шариғи өлшемнен шықпауың керек. Мәселен, шариғатта жазалар бар ма? Бар. Ұрлық жасаған адамның қолы кесіледі. Үйленіп, бала шағасы, әйелі бала шағасы бола тұра зина жасаған адам ражым жасалады. Бойдақ болса, оған дүре соғылады деген сияқты, иә? Мас болып арақ ішсе, оғанда не қылады? Дүре соғылады деген сияқты белгілі бір нелер бар? Жазалар бар. Шариғатты, құрметті жамағат, шариғат былай деген. Оған лайықты жазасы беріледі. Түсіндіңіз ба? Мәселен, арақ ішкен адамға 80 дүре соғылады, бірақ оған ешқандай артық сөз айтылмайды. Түсіндіңіз ба? Яғни мынандай. Ішті ма? 80 дүре соғылды ма? Оған не қылмайтынмайды? Сен оңбаған иттің баласы, иттен туған, әкең, шешең деп айту, балағаттап айту болмайды. Себебі бұл жазадан тыс нәрсе. Бір сахаба ішкен еді дейді. Сөйтіп не істеді? Абу Хурайра айтады, бәріміз жағын не қылдық дейді? Ұрып жаттық дейді. Соның арамыздан біреу айтты дейді, Алла сені қор етсін деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әлгіні тоқтатып айтты дейді. Мына сөзді айтпа деп айтты. Бұл сөз артық. Себебі оның несі берілді? Оның өзінің жазасы берілді. Одан артығын айтуға болмайды. Тағы басқа бір риуаятымыз бар. Усама бин Заидтің тағы бір риуаяты бар, атақты. Усама бин Заид бір майданда едік дейді, соғыста. Содан бір мүшрик қашты дейді. Содан бір ансари сахаба екеуміз артына түсіп қудық дейді. Тура түбіне жақындаған кезде анау мен не болдым деп дейді, ла иляха илlallah деп айтты дейді. Алладан басқа тәңір жоқ деп куәлік келтірді дейді. Алдымда келатқан ансари жалт бұрылып кері қайтты дейді. Мен қуып найзамды сүңгімді лақтырып өлтірдім дейді ананы. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына келдік, Мәдинаға дейді. Сөйтіп менің жасаған ісімнің хабары пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жеткен екен дейді. Мені шақырып алып айтты дейді. Сен біреуді ла иляха илlallah деп айтқаннан кейін өлтірдің бе деп айтты. Маған сол сөзді айта бергендігі соншалықты, әттең сосы күнге дейін мұсылман болмасам етті. Осы істі істегеннен кейін ғана мұсылман болсам етті деген ой болды дейді ішімде. Басқа бір риуаятта мен айттым дейді, я Расулалла, ол менен қорқып айтты, оны қылышымнан қорқып айтты деп айтқанымда не дейді? Сен оның жүрегін ашып көрдің бе деп айтты. Бұл нені көрсетеді? Бір кісі мен мұсылманмын десе болды, ол мұсылман. Оны тергеудің қажеті жоқ. Сен қандай мұсылмансың? Иманың төмендеу ау сенің. Мен сенің иманыңа нем бар? Күмәнім бар. Сенің мұсылманшылығыңа жалпы нем бар? Күмәнім бар. Сенің мұсылман екендігіңе, мұсылман болғандығына нем бар? Күмәнім бар деген сөздерді айтуға болмайды. Бұлар шариғи өлшем емес. Бұл сіз бен біздің неміз? Қиялымыз. Біздің сіздің неміз? Эмоциямыз. Тағы да қайталап айтамын, эмоция шариғат емес. Бізде шариғатта эмоция деген әңгіме жоқ. Мен солай ойлаймын, мен ашуланып тұрмын, мен өз-өзімді ұстай алмай тұрмын, ашуланып талақ айтып қойдым, талақ түседі. Күліп айттым, мазақтап айттым, түседі. Мас болып қалып айттым, түседі. Үйтіп айттым, бүйтіп айттым, қызық емес. Бәрінде не бар? Бәрінде шариғи өлшем бар, және ол шариғи өлшем не істелу керек? Сақталуы керек. Ол сізге ұнайды, ұнамайды. Әрине ұнамайды. Шариғи өлшемді сақтау ешкімге ұнамайды. Ешкімге ұнамайды. Әсіресе біздің заманда. Біздің заманда өте қиын. Мәселен, дүние табуда шариғи өлшем сақтау қиын ба? Қиынның қиыны. Дүниедегі ең қиын нәрсе. Ғалымдар айтады, дүниені табуда бар ғой, дүниеден табуда адамдар екі топқа бөлінеді. Біреулер ақыреттен кейін өмір бар деп сенетіндер, екіншісі ақыреттен кейін өмір жоқ деп сенетіндер. Ақыреттен кейін өмір жоқ деп сенетіндер не қылады? Оларға қызық емес. Адал, арам деген нәрсені ажыратпайды. Әдеп, мораль, ұят болады. Біздің Қазақстанда мынандай ақымақтар жүр. Сен мынандай нәрсені істей алмасаң, сен Алматының орталық көшесімен тыржалаңаш жүгіресің. Әдеп қайда? Ұят қайда? Ары қайда? Жарайды, ол адамның ол нәрсені жасауға тренингтер бар, сондай ақымақ.
Сен ол нәрсені істей, о бейшара онdan деңгейі жетпесе, ол нәрсені істей алмаса, сондай арсыздық жасау керек, сондай оңбағандық жасау керек. Кейде оның есі шықпайды, сәт түспейді. Кейде оны не қыламайды, ол істей алмайды. Құдайдың жазғаны қолынан келмейді, ұяңдығы бар, басқасы бар, қолынан келмей қалса, о бейшара оған не бола ма? Кінәлі бола ма? Бар бізде, сондайлар бар. Себебі бұлар ақыретке сенбейтіндер. Ақыретке сенбейтіндерге түк қызық емес. Сенің адалың, арамың, мораль, ұят болады, әдеп, ар-ождан деген нәрсе жоқ. Себебі ол адам жаман пайдақор адам. Біздің ғалымдар айтады, қорқақтық адамның ішінде болса, ол қорқақтық өмір бақи оған сұрақ қойып тұрады дейді, бір нәрсені бастайтын кезде. Сенімді ма деп сұрайды дейді. Бұл істі бастау сенімді ма? Солай тұрады, әрдайым ішінде басыңда айналып тұрады. Ішінде не отырса? Қорқақтық отырса. Ішіңде пайда күнемдік отырса, саған не дейді бірінші? Пайдалы ма деп сұрайды. Бұны істесек бізге бір не түсе ма? Бір пайда түсе ма деп сұрайды. Ішіңде ар-ожданың күшті болса, ұятың күшті болса, қазақша айтқанда арың күшті болса, арың сақталса, арың білесіз бе сізге не деп айтады? Әділетті ма деп сұрайды. Бұл кез келген адамның ішінде отыратын нәрсе. Қорқақтықта, пайда күнемдікте, несі де? Арда. Ар әрдайым сізден не сұрайды? Әділетті ма? Ең бірінші қоятын сұрағы, бұл жасаған іс-әрекет әділетті ма? Әділетті жасалды ма? Және егер әділетті болмаса, сенің мазаң кетеді. Өмір бақи сол неңнен шықпайды? Ойыңнан шықпайды. Не болса? Арың болса, арың. Ар-ождан болса. Ар-ожданың жоқ болса, оның орнын пайда күнемдік басып кетсе, тек пайдалы жағымен тарта береді. Оған не керек емес? Ешқандай ұятың, басқан, мынау ұят болады, ғұрып, әдет, дәстүр, оның ешқайсысы оған не емес? Қызық емес ешқайсысы. Адамдар дүниеге келгенде неге бөлінеді дедік? Екіге бөлінеді. Біреуі мүлдем ақыретке сенбейтіндер. Алла тағала Құран кәрімде айтады, олар дейді кімдер сияқты? Малдар секілді. Ішіп жейді. Алла тағала солай айтады. Олар кім сияқты? Мал секілді. Малдың ішіп жеген секілді, олар да ішіп жейді. Себебі олар мал біреудің бақшасына түсіп жатқанда мынау адал деп ойлай ма? Сиыр біреудің жүгерісіне түскенде қой ұят болады, мынау көршіңдікі қой адал емес қой деп ойлайды дейсің ба? Жоқ. Немесе сиыр бақып көргенсіздер ме? Сиыр баққанбыз біз ауылда. Жүгері көрсе тұрмайды сиыр. Қой да сондай. Қой тыңдай ма айтқанды? Тыңдамайды. Тары еккенбіз, тарыға торғай келеді. Тарыға торғай сен мынау тары екен деп не қылмайды? Қарамайды. Бұларда себеп не жоқ? Сана жоқ. Ол тек қана нені ойлайды? Ішіп жегендігін ойлайды. Мыналар да дәл сондай. Түсінікті? Ішіп жесе, сол ішіп жегендігін бойына қуат болса, сол анау бойында қуат бойына сыймай, сол ана мынау жерге жаман жерге жұмсаса, зина жасаса, қатын қуса, сол ойы. Себебі ішкен жегеннің несі болады? Ол нәпсіні қоздырады. Жақсы тамақ ішсең, ағзаң бәрі не істейді? Жақсы істейді. Мысалы, бейшара күйі жоқ адам әйел туралы ойлай ма? Жоқ, күйі бар адам туралы ойлайды. Мысалы, мен, сіз немесе кім келген адам қашып кетқанда қатынын ойлай ма? Жоқ. Төбеңнен автомат тарсылдап кетқанда біреуді ойлап кетесің? Жоқ, ойламайсың. Немесе аш болып тұрғанды ойлайсың ба? Жоқ. Ойламайсың. Бұлардың ешқайсысы жоқ. Қауіп басыңа қатер төніп тұрған, бұлардың ешбірі сені не қылмайды? Сендегі жаратылысындағы нәрселерді ешқайсысын қоздырмайды. Себебі одан үлкен нәрсе тұр. Демек, адамдар дүниеге байланысты адамдар бірінші ақыретке сенбейтіндер деп айтады. Екінші топ кімдер? Ақыретке сенетіндер. Ақыретке сенетіндер тағы өз ішінде үшке бөлінеді. Бұл үшеу бірінші топ өзіне зұлымдық жасағандар дейді ғалымдар. Өзіне зұлымдық жасағандар. Яғни, бұлар жалпы ақырет деген бар, біледі. Иманның алтын шарты біледі. Алла деген бар, пайғамбар деген бар, кітап деген бар, ақырет деген бар. Жалпы несі бар? Ижмали иманы бар, жалпы түсінік бар. Бірақ бұл жарықтық көкем дүние тапқанда адал, арамды ажыратпайды. Бұған қызық емес. Дүниені тапса болғаны. Бұл дүние адалынан табылып жатыр ма? Арамынан табылып жатыр ма? Бұның біреудің ақысын жиып алып жатыр ма? Біздегілер, біздің Қазақстандағылар үкіметтің малын жеуді нормально деп ойлайды. Нормально емес ол.
Біреудің малын жеп жүрген жоқпын ғой, мен өкіметтікін жеп жүрмін. Как будто өкіметтікке тегін жатқан нәрсе. Адал емес, олай емес. Мен де ауылда өскем. Совхоздағы адамдар совхоздан барып бір нәрсені ұрлап келуді қалыпты жағдай деп ойлайды. Нормально. Еш нәрсе жоқ. Машинаның, трактордың артын несіне қалып кеткен солярканы алып қалу, ол нормально. Барып МТМнен барып запчасты ұрлау, ол нормально. Түсіндіңіз ба? Ол не сияқты? Қалыпты жағдай секілді. Кез келген фирма ұстап жүрген басшылардан сұраңызшы, жылайды. Жұмысшылардың ешқайсы қалдырмайтын болды складта деп. Күліш жоқ, болт жоқ, шуруп жоқ, шеге жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, не жоқ. Бұлардың барлығы не қылмайды? Тоқтамайды. Қалтасына салып кетеді. Сұра. Мына камераны не үшін қойды адамдар? Жұмыс істеп жатқан жерге камера қойып қойған. Не үшін? Ұрламасын деп. Ең болмаса құрсын, анадан не алсыншы, ең болмаса деп. Анадан қорықсын деп. Төбеге қойып қойған мынандай. Егер шариғи өлшем сақталатын қоғам болса, ешқандай камераның керегі жоқ. Сенесіз ба? Даже светофор керек емес. Бізге светофор қойып қойған. Қып-қызыл қып жанады. Содан саған не айтқан? Көке, біз мал секілді болып кеткенбіз. Ана қызыл жаным, тоқта, қызыл. Сен саналы адам ретінде итак тоқтауың керек, алдына машина өтіп жатқан кезде. Сен оны ұқпағасын не қойған? Жоқ, бірінші светофор қойды. Одан светофорды өтіп кесіп кете беретін болдың, үстіне камера қойып қойды. Красныйға өттің деп. Түсіндіңіз ба? Сенің айуандығың, озбырлығың, жамандығың, бұзғыншылығың көбейе берген сайын мынау көбейе береді. Камера, анау светофор, түгел барлығы көбейе береді. Не үшін? Әйтеуір сені не қылу керек? Тоқтату керек сені. Сені бір нәрсе қылып тоқтату керек. Неше түрлі не қолданады? Шара қолданады. Дүние табуда адамдар екіге бөлінеді. Біріншісі ақыретке сенбейтіндер, екіншісі ақыретке сенетіндер. Біріншісі солардың ең бірінші тобына жататындар. Бұлар өзіне зұлымдық жасағандар. Яғни дүниені табуда халал харамды ажыратпай жинай беретіндер. Қызық емес оған. Дүние тапса болған. Бұл қазіргі заманда өте көп. Бірінші категория. Бірақ сұрасаң немін деп айтады? Мұсылманмын, әлхамдулилlah. Оқып жүрген намазы да бар шығар. Ұстаған оразасы да бар шығар. Барып қажылыққа барып келген жағдайы да бар шығар. Қажыке де шығар. Зекет те беріп жүрген шығар. Бірақ бұл адам көкемде жағында не бар? Үлкен проблемасы бар. Ол қайсысы? Дүние табуға келген кезде адал мен арамды, шариғи өлшемді еш сақтамауы. Біреулер былай деп айтады. Қараңыз, мен андай адамдарды көп көрдім. Бауырым дейді, мен бизнесменмін негізі дейді да, дүние тауып жүр. Сол дүниемді көбейтсем дейді. Сөйтіп банктен ақша алып, процентке, бұны ары қарай көбейтсем дейді. Мен айтамын, сізге бұл не үшін керек? Бизнесімді жүргізу үшін дейді. Мен айтамын, сізге Құдай бизнесін жүргізіп отқан жоқ. Бар ма сондай талап? Мен оның зекетін беремін ғой. Құдай саған Алла арамнан тауып оның зекетін бер деп жатыр ма? Не? Алла саған ешнәрсе бермесе, сенен ешнәрсе сұрамайды. Неге түсінбейсің? Сен өйтіп арам тапқан дүниеңнің зекетін бермей ақ, ол бәрібір қабыл болмайды. Не айтып жатсың? Не істеп жүрсің? Мынандай адамдар өте көп. Мен бизнесменмін ғой дейді. Құдай сенен сұрамайды, бизнесменсің ба дейді. Ертең Құдайдың құзырына шыққан кезде сенен сұрамайды. Бизнесмен болдың ба? Қазақстанның бір компания басқардың ба? Сен қалай күшті болдың ба? Сұрай ма? Сұрамайды. Сенен бір ғана нәрсе сұрайды. Мұсылман болдың ба? Мен түсірген шариғатпен амал еттің ба? Сұрақтар осындай. Адалдан таптың ба, жерде арамнан таптың ба? Сол үшін сопылар айтады, бай адамның екі қасіреті болады дейді. Әуелгісі жинаған байлығының қызығын көре алмай кетеді. Бұл бірінші қасірет. Екінші қасірет, сол қызығын көре алмай кеткен дүниесінің есебін сұралады, ол екінші қасірет. Қараңыз, сіз дейді, жинағасын, бірақ несін көрмегенсің? Пайдасын көрмегенсің, бірінші қасірет басталды. Оның қызығын көре алмай кеткен нәрсенің тағы не сұралады? Есебі сұралады, ол жерде екінші қасірет басталады. Демек, бірінші топ ақыретке сенетіндер, бірақ өзіне зұлымдық жасайтындар. Екінші топ шариғи өлшемді сақтайтындар. Шариғи өлшемді сақтап дүние табатындар. Яғни шариғаттың бұйырған өлшемімен жүргендер, шариғаттың өлшемінен шықпағандар. Және шариғаттың өлшемінің шеңберінен шықпай дүние тауып, дүниенің қызығын көрсек пе деп жүргендер. Түсіндіңіз ба? Мәселен, шариғат бай болма демейді ғой, мен болып жүрмін. Айналайын ау, мен дүниені адалынан тауып зекетін беріп жүрсем, не проблем бар? Не проблемасы бар? Не қиын? Мені Құдай менен сұрай ма? Жоқ, сенен сұрамайды, адалынан тапсаң. Сол дүниені тапқан соң адал жолынан неге 4 әйел алмасқа? Ал айналайын.
Неге жақсы үйде тұрмасқа? Тұр айналайын. Неге жақсы көлік мініп жүрмеске? Деп ойлайтындар. Бұл не? Екінші топ. Шариғи өлшемнің шеңберінде адал ақша тауып, оны дүниенің несін көруге тырысып жүргендер, қызығын көруге тырысып жүргендер. Бұндайлар бар ма? Бар, бұндайлар да бар. Екінші топ. Үшінші топ. Дүниені тауып, сол жақсылық жасау жолында сауапты істерді бір-бірімен жарысып жүргендер. Бұл үшінші топ. Тапқан дүниесін Алланың разылығы үшін инфақ жұмсап жүргендер, жаратып жүргендер. Біздің ғалымдар айтады, бірінші топтан болуға болмайды апасын. Адал мен арам таба алмайтындар, ажыратпай дүние жинайтындар. Екінші топ, шариғи өлшемді сақтап, дүниені табатындар. Үшінші топ, тапқан дүниесін сауапты іске жұмсап, салихтармен жарысатындар. Одан қиын, үшінші топ. Екінші топта, былай алғаш көзбен қарағанда не жоқ сияқты? Қауіп жоқ сияқты. Бірақ сахабалар содан да сақтанатын болған. Омар айтатын болған, әттең, мынау жақсы өмір сүріп жатсыңдар ғой сендер. Жақсы үйдерде тұрып жатсыңдар, тағы басқаларым бар. Егер сол нәрселер менің ақыреттегі дәрежемді төмен түсіретіндігінен қорқып қалсам, сендер сияқты жүрер едім. Түсіндіңіз ба айтқан сөзін? Яғни сендердің нелеріңе не болатын едім? Ортақ болар едім. Сол үшін Абдурахман бин Ауф секілді үлкен сахабалар, радиаллаху анху, сұмдық бай болған сахабалар. Абдурахман бин Ауф бір күні үлкен алдына не жайылған? Аузын бекіткен, алдына үлкен дастархан жайылған. Дастархан үсі тола. Біздің дастархан секілді. Келіп отырған Абдурахман бин Ауф, радиаллаху анху. Келіп дастархан қарап тұрып не деген? Жылаған отырып. Дәм ауыз дейді. Соны айтқан Мусаб бин Умайр, радиаллаху анху. Мусаб Құрайш руынан шыққан, өте үлкен әулеттен шыққан, бай отбасынан шыққан. Бірақ мұсылман болып, қарапайым немен жүрген. Бір киім, бір изармен, бір ридасынан, бір шекпеннен басқа нәрсе болмаған. Ухуд шайқасы кезінде шәһид болған. Сахабалар айтады, біз оны не қылмадық дейді? Киімі болмады дейді. Киімі дұрыс болмады дейді. Тартайын десек, басы ашылып қалады, басында аяқ жағын жапсақ, басы ашылады, басын жабайық десек, аяқ ашылады. Не істейміз дегенде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір үлкен бір шөп болған, Арабияда өсетін, сонымен жабыңдар аяғын деген. Бұл сахаба не істеген сахаба? Шәһид болған сахаба. Қандай әулеттен шыққан? Айттым, Құрайштың белді руларынан шыққан. Сөзге шешен, жарты күнде Мәдинаның жартысын мұсылман қылған адам. Мусаб бин Умайр, радиаллаху анху, бір өзі. Пайғамбарымыздан ансар мұғалім сұрағанда пайғамбарымыз Мусабты жіберген. Мусабтың айтқан уағызы, дағуатының арқасында түске дейін болған, түстен кейін барлығы түгел мұсылман болып біткен. Осындай сахаба. Абдурахман мен Мусаб екеуі қатар жүрген. Сол Абдурахман дастарханды көріп не деген? Мусаб менен жақсы еді деген. Мусаб менен хайырлы еді. Мен мына нәрседен қорқам, біз ислам үшін кішкентай бір нәрселер жасадық. Алла соның сыйын осы дүниеде беріп қоя ма деп қорқам. Беріп қойды ма деп қорқам. Ақыретте мені жұрдай қылама деп. Махрұм қылама деп. Яғни біз ислам үшін бір нәрсе істедік, Алла оның сыйын беріп жатыр. Алдын ала беріп қойды ма деп не қылам? Қорқамын. Ақыретте барғанда, Құдайдың алдына барғанда ешқандай бүкіл сауапты істерінен махрұм қалып қоямын ба деп қорқамын деп, дастарханға отырмай тұрып кеткен екен. Радиаллаху анху. Мусаб менен не еді деп? Хайырлы еді. Жаңағы екінші топтағы адамдарды айтып отырық. Бұл басында қауіпті болып көрінбеген мен несі бар? Абдулла ибн Омарға келіп айтқан екен, Усама бин Зейд дүниеден өтті. 100.000 динар, 100.000 дирхам қалдырып кетті деп айтқан екен, тәрк етті деп. Абдулла ибн Омар айтқан екен, Алла рахымына бөлесін Усама. 100.000-ді ол тастады ау, 100.000 оны тастаған жоқ. Түсіндіңіз ба сөзін? 100.000 оны ол тастады рас. Бірақ 100.000 оны тастаған жоқ. Ана жақта несі бар оның? Сұрауы бар. 100.000-ның сұрауы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір риуаятымыз бар. Жаңа 3 түрлі адам бар деп айттық. Бұлардың ең қайырлысы не? 3-ші топтағылар. Себебі бұлар дүниенің негізгі мақсатын түсінгендер. Дүниеге келу мақсатын түсінгендер. 3-ші топтағылар. Саны өте аздар. Бірақ сахаба мен табиғин, атбау табиғиндердің кезеңінде болған. Қараңызшы,
Бұлар соншалықты қорыққандығы соншалықты, табиғинде мынандай риуаяттар бар. Бұлар бүйтіп айтады екен, Аузағида мынандай риуаят бар. 3 түрлі тамақтан мұсылман сұралмайды есебін. Сұралмайды есебі. Біріншісі сәресте жеген тамағы. Ораза ұстаушының сәресте жеген тамағына не жоқ? Есеп жоқ. Екіншісі ауызашарда жеген астынан сұрау жоқ. Үшіншісі қонақтың астынан сұрау жоқ. Қонақтың астынан не қылмайды? Сұралмайды. Сол үшін бұл жарықтықтар, радиаллаху анху, тамақ ішкісі келіп тұрса да, жолдастары жиналмай жемейтін болған. Жолдастары жиналады, содан кейін барып дастарханға отырады. Есебі не? Мен бұдан сұралмайын. Құдайдан дұға ететін болған. Бір қонақ келсінші, мына асты жесінші, сөйтіп мен не қылайын? Есебіне не қылмайын? Сұралмайын. Мен айтып отқан әңгімеде мынандай бір мағына шығуы мүмкін. Бауыржан, сен бағанадан бері не қылып жатсың? Дүниені жек көріп көрсетіп жатсың бағанадан бері. Дүние деп жек көрсетіп жатсың. Дүниені жек көрудегі мақсат, дүниені жек көру деген сөз, дүниедегі батып шығып жатқан күн, ай, өзен емес. Сонда бұлардың ешқандай несі жоқ. Жамандығы жоқ бұлардың. Бұлардың бәрі адамның қызметіне берілген нәрселер. Дүние деп Құран мен сүннетте келген нәрсе, ол адамның жасаған іс-әрекеттері. Сол үшін әлгі 3-ші топтағылар бар ғой, тапқан дүниесін Алланың жолында жұмсап жақсылықта жарысқандар 3-ші топ, дүниені керемет мүмкіндік деп білгендер. Кейбір риуаяттар бар, табиғиндарда не айтқан, сендер дүниені жамандай бересіңдер, таңғалам, дүниені неге жамандайсыңдар? Ақыретімен мол азық алып кететін, аз амал істеп, көп сауап алатын, ақыреттік азығымды алып кететін жер емес пе? Сендер неге дүниені жек көресіңдер? Бұлар шынымен түсінгендер. Яғни дүниені ақыретте азық алатындай мүмкіндік беретін жер деп түсінген. Сіз бен бізге соны нәсіп етсін Алла. Бізге хотя бы сол екінші яки 3-ші топта болу керек. Бірінші топ өте қауіпті, алдыңғы топ мүлдем ақыретке иман келтірмейтіндер еді. عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رواية أبو مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه'dan былай дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір адам келіп былай дейді. إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. бір кісі Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға былай дейді. إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. Мен пәленше дегеннің себебінен намазды ұзақ етіп оқитындығынан таң намазына келмей жүрмін. Қараңыз. Пәленше деген бар. Сол намазды не қылады? Ұзақ оқиды. Сол себепте мен намазға не қылып жүрмін? Таң намазына келмей жүрмін. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. Сахаба айтады, Абу Масуд Уқба ибн Амр. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның дәп сол күні ешбір уағызда ашуланбаған ашуын көрдім. Сұмдық қатты ашуланды. Фақал я айюхан нас. Өмберге шығып былай деді: ей адамдар, инна минкум мунаффирин. Сендердің араларында Алланың діннен адамдарды бездіріп жүргендер бар. Фа айюкум амма наса фальюджиз. Сендердің араларынан біреу иман болатын болса, намазды қысқа оқысын. فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. Себебі оның артында жасы үлкен кісі тұрады, жасы кішкентай тұрады, және мұқтаждық адамдар тұрады. Хадисте өткен имам Бухари мен имам Муслим рахимахумуллах. Яғни біздің тақырыбымыз не еді? Шариғи өлшемдерді сақтау болады. Мына адам намазды шыққан имам пәленше деген имам не қылатын болған? Намазды созып оқитын болған. Сол себептен ана біреу не қылатын болған? Намазға келмейтін болған. Соны ке пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқанда, пайғамбар саллаллаху шариғи өлшемнің сақталмағандығына ашуланған. Себебі шариғи өлшем сақталмаса не кетеді? Мұсылмандардың арасындағы бірлік бұзылады. Жүріс, сен намазды күшті оқитын шығарсың. Намазды Бақара мен Али-Имран оқығың келетін шығар. Бірінші ракағатта Бақара, екінші ракағатта Али-Имран оқығың келетін шығар, бірақ ол сен өзің үйіңде жаса. Елдің алдында емес. Елдің мазасын алма. Шариғи не бар? Өлшем бар. Сені бұзсаң, бұны бұзсаң. Жүйе не істейді? Бұзылады.
Айша анамыздан бір риуаят бар. Құрайыштың мазасын, Құрайышқа қатысты бір іс. Махзум руынан шыққан араб. Құрайыш өзі неге бөлінеді білесіздер? Атаға бөлінеді, біздің сияқты. Мысалы, Найманның ішінде несі? Аталары деген сияқты. Құрайышта, сол Құрайыштың ішінде нелер бар? Аталары бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соның ішінен Бану Хашим деген атасынан. Бану Махзум деген несі бар? Атасы бар. Бану Умайя деген атасы бар. Бұл атадан Бану Умайядан кім шыққан? Осман радиаллаху анху. Бану Махзумнан Омар радиаллаху анху. Бану Хашимнан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Али радиаллаху анху, Аббас секілдер. Сол Бану Махзумнан шыққан бір әйелдің ісі Құрайышты не қылды дейді, әжептәуір дертке түсірді дейді. Ол әйел ұрлық жасаған еді. Сөйтіп Құрайыш өзінің арасында кеңес істейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламға барып кім сөйлеседі? Кім сөйлеседі? Яғни бұл не қылар келмеген? Сондықтан жаза бергісі келмеген. Сөйтіп не деген? Алла елшісі саллаллаху алейхи барып кім сөйлеседі екен? Сөйтіп не деген дейді өз араларында? Соны барып айтса, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өте жақсы көретін Зайд барып айтатын шығар. Себебі Зайдтың лақабы болған Хиббу Расулилля деген. Хиббу Расулилля деген сөз не? Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті досы деген сөз. Сондай лақабы болған көзі тірісінде. Мәсәлем қатты жақсы көрген. Болса кім айтады деген? Айтса Зайд айтады ғой. Сонымен бұлар Зайдты көндірген. Барып не істеуге? Айтуға. Тура біздің қазақтардың жұмысы. Біз әйтеуір шығатын адам тауып аламыз. Сонымен байланысы бар адамды құда әйтеуір бір нәрсе байланыстырып тауып аламыз. Тура сол секілді тапқан адам. Сөйтіп Усама бен Зайдқа барып айтқан. Усама бен Зайд радиаллаху анху. Бұл Алла елшісінің несі болған? Сүйіктісі болған. Зайд емес, Усама бен Зайд радиаллаху анху. Усама барып Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барып сөйлескен екен. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Усамаға қарап айтқан екен. Сонда сен не? Алла қойған шекке, шариғи өлшемдің келіп шапағат жасамақшысың ба? Ара түспекшісің ба? Алла бұда бір шариғи өлшем қойған, жаза қойған. Сен сол жерге келіп не істемекшісің ба? Ара түспекшісің ба? Кейін орнынан тұрып, мінбарға шығып былай деген. Сендерден бұрынғылардың түбіне жеткен нәрсе, олардың арасынан бір абыройлы кісі ұрлық жасаса, оған олар тимейтін. Ал егер бейшара біреу ұрласа, оған берілер жазаны қолданатын. Уаймулла, Алланың атымен ант етейін. Лау әнні Фатимата бинти Мухаммад сәриқат лақатату ядаха. Алланың атымен ант етейін, Фатима бинти Мухаммад, Мұхаммедтің қызы Фатима ұрлық жасаса, еш ойланбай қолым кесер едім. Хадистер өткен имам Бухари мен имам Муслим рахимахумулла. Алла тағала екі имамымызды рахымына бөлесін. Хадистен шығатын мағыналарға қарасаңыз, тура біз айтылып жатқан нәрсені айтып жатыр. Шариғи өлшемдер сақталуы керек. Ол бай болсын, кедей болсын, нашар болсын, күшті болсын. Бұл не үшін керек? Біздің күнделікті тіршілігімізде, дүниелік ісімізде де, ақыреттік ісімізде де ісімізді жүргізе білу үшін керек. Бұл нәрсе сақталуы керек. Сақталған жағдайда ғана не сақталады? Әділеттілік сақталады. Әділеттілік сақталмаған жерде елдің арасында не туады? Ыза, ашу туады. Бұл нәрсе бір күнде болмайды, бірнеше күннен кейін жиылып әділетсіздік ақыры не істейді? Елдің арасына бірлікті бұзады, ынтымақты бұзады. Елдің арасында жүрген біздің қазақ қайта айта беретін тыныштықты, бейбітшілікті бұзады. Тыныштық пен бейбітшілік бұзылса, құрметті жамағат, сіз бен біздің намазымыз, оразамыз, қажылығымыз бәрі жайына қалады. Ол біз тыныш заманда жүргенде не қылып жүрміз? Еркін сөйлеп жүрміз. Еркін құлшылық жасап жүрміз. Біз бұның көп несіне бара бермейміз? Парқына бара бермейміз. Себебі тек құлшылық қай уақытта атқарылады? Бейбітшілік, тыныштық болған кезде ғана атқарылады. Сол үшін шариғи өлшемдерді сақтау өте маңызды екен. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин.